Бүгін мектебімізде бірінші рет қазақ-түрік лицейлері оқушылары арасындағы қазақ күресінен республикалық турнир өтіп жатыр. Бүгін мынау Қазақ күрес федерациясы және Катев халықаралық қоғамдық қорының ұйымдастыруымен қазақ-түрік лицей оқушылары арасындағы қазақ күресінен республикалық турнир бастау алып отыр. Бұл жерге 8 команда келіп отыр. Енді бұл жас өспірімдер мен ересек жеткіншектер арасындағы қазақ күресі жарысы. Бұл қазақ күресіне біздің де қосқан үлесіміз болсын, және осы қазақ күресінің дамуына үлес қосу мақсатында осы ұлттық ойындарды дамытып жатырмыз. Бұның ішінде тоғызқұмалақ, асық және қазақ күресі. Бүгінгі мынау балалардың бәріне, жарысқа қатысып отқан балалардың бәріне сәттілік тілейміз. Келешекте осы қатысатын командалардың саны 8 емес, одан да көп болады деп ойлаймыз. Бүгінгі таңда қазақ-түрік лицейлері оқушыларының арасында қазақ күресінен алғаш рет ұйымдастырылып отқан республикалық турнир. Бұл турнирға бүгінгі таңда еліміздің әр облыстарында орналасқан қазақ-түрік лицейлерінің 8-і келіп қатысуда. Жалпы Қазақстан Республикасы бойынша 29 қазақ-түрік лицейлері бар екен. Оның барлығы өз кезегінде, мен ойлаймын, осы жарысқа міндетті түрде атсалысатын болады. Ұйымдастырушылар осы жарыс басталысымен-ақ бұл турнирді жыл сайын өткізетіндігі туралы мәлімдеме жасап үлгерді. Біз оны толығымен қолдаймыз. Менің ойымша, бұл турнир осы мынау бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы президентінің жүлдесі үшін қазақ күресінен ұйымдастырылып жатқан Қазақстан барысы, жастар арасындағы, жасөспірімдер, балалар арасында ұйымдастырылып келе жатқан жас барыс тәрізді дәстүрлі түрде өткізілетін болады деп ойлаймын. Қазақ айтады, жан мен тән егіз дейді. Осы жердегі қазақ-түрік лицейінің бүгінгі таңда оқушыларының елімізде және халықаралық деңгейде өткізіліп келе жатқан олимпиадалардың, пәндер бойынша өткізілетін олимпиадалардың алдында болатын, үздік келетін сіздер білесіздер. Сонымен қатар мен ойлаймын, осы пәндер бойынша өткізілетін олимпиадалармен қатар осы қазақ-түрік лицейінің оқушылары түптің түбінде осы спортпен де қазақ күресінен де өткізілетін осы чемпионаттардың, осы турнирлардың жеңімпаздары болады ғой деген сенімдеміз. Осы турнирдің ұйымдастырушыларына өте үлкен рахмет айтқым келеді. 81 килограмм дәрежеде бірінші орын алдым, және қазір екінші салмақта күресем. Мен ойымша, мен 2 алтын өз мектебіме жеңіп аламын. Осы турнир керемет деңгейде өтіп жатыр. Барлық қатысушыларға сәттілік тілейміз.